Мен Мұқашев Айбар Оралбекұлы, Ақмола облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментінің тергеу басқармасының басшысымын. Педагогтар отбасында дүниеге келдім. Әке-шешем қазақ тілі, қазақ әдебиеті пәндерінің мұғалімдері. Өзімнің балалық шағым ауылда әжемнің тәрбиесінде өтті. Ауылда доп қуып, асық ойнап, ауылған сары ауыз баласы еді. Әжем салмақты, ер мінезді, әділ болған. Сол сияқты менің мінезімде әжеме тартқан дейді ағайындарым. 2008 жылы Көкшетау қаласындағы Кеңес одағының батыры Мәлік Ғабдуллин атындағы номер 3 қазақ мектебін аяқтап, өзімнің арманым күштік құрылымдарда қызмет ету болғандықтан, Қосшы ауылындағы Қазақстан Республикасының экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің жанындағы қаржы полициясы академиясына оқуға түстім. Аталмыш оқу орнының 4 жыл курсанты болдық. Кейін аяқтағаннан кейін өзімнің туған жерім, туған елім Көкшетауға келіп, Ақмола облысы бойынша экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаменттің тергеуші лауазымына жұмысқа тұрдым. Сол уақыттан бастап осы күнге дейін өзімнің таңдаған мамандығым бойынша жұмыс атқарып келемін. Қылмыстық жолмен тапқан кіріс пен терроризмді қаржыландыру күрес барлық құқық органдарының қызметтерінің басымдық бағыты болып табылады. Сондықтан да президентіміздің бастамасымен арнайы жеке құқық қорғау органдары қаржылық мониторинг агенттігі құрылды. Біз қаржылық тергеу жұмыстарын ерекше маңызды екенін білеміз. Оның басты мақсаты заманауи қаржылық сараптамалардың әдіс-тәсілдері мен аспаптары қолдана отырып, қылмыстық жолмен тапқан келген ақшалай ағынның жүру жолын бақылау және оларды мемлекетке қайтару болып табылады. Соңғы мақсат қылмыстық жауапкершілікке тартып қана қою емес, зардап келген шығынын толтыру, яғни бюджетке құйылатын қаржыны көбейту бойынша да шараларды қолдану екенін айтқым келеді. Неге өз өмірімді экономикалық қылмыспен тергеуді жалғастыруды шештім? Өйткені құқық қорғау органдары жұмысы мемлекеттік қызметтің аса маңызды түрі. Экономикалық қылмысты тергеу қызметі қай уақытта болса да өзекті мәселе болып табылады. Мемлекеттік экономикалық қауіпсіздігі мен үшін міндет деп санаймын. Заңсыз тапқан қаржыны офшорға шығару, салық төлеуден жалтару, контрабанда, заңсыз кәсіпкерлік және бюджет қаражатын ұрлау сияқты арам пиғылды елімізді экономикалық теріс әсер ететіні сөзсіз. Сондықтан да Қазақстанның табысты дамуы ол экономикалық қауіпсіздік жағдайында ғана жүзеге асырылады. Сол уақытта біздің елде мектеп, балабақша, жасөспірімдер үшін спорт залдар, жетім-жесір жастарға баспаналар салу құрылыстары да көбейер еді. Сирек кездесетін ауыр сырқатқа душар болған бүлдіршіндер мен бөбектерге оларды емдеуге, мүгедек балаларға, самайы қарияларға қолғабыс жасауға ақшалай қаржы табылатынына сенімдімін. Өзімнің жеке өмірге келсек, осыдан 4 жыл бұрын отбасы құрдым. Қазір балабақшаға барып жүрген еркек қызымыз бар. Менің әке-шешем, бауырларым, жанұям мен үшін ең асыл, ең қымбат жандар. Олар менің жанашырларым, тірегім. Күнделікті тұрмыс-тіршілікте бір мезгіл спортқа да көңіл бөлемін. Мектеп кезінде күреспен айналысқан шағымды еске алып, кілемге шығып, біршама жаттығулар жасаймын. Күресіп алысқаннан бойыма сергектік аламын. Әрі бұл деннің саулығына да зор. Біз экономикалық қылмыс тергеу басқармасының қызметкерлері қолдары таза емес, теріс пиғылды азаматтар мен мемлекеттің қазынасына сұқ қолдарын салып, ел байлығын талан-таражға салып жүрген шенеуніктердің, арам пиғылды алаяқтар мен ел байлығын жымқырып жүрген ұрылардың алдын алып, еліміздің жарқын болашағына даму жолына үлес қосып жүрген мемлекеттік қызметшілеріміз.